Бүгін 18 қараша 24 жыл Күзембаев Тәуекел мырзаның бүгінгі кезекті сот отырысы. Біріншісінде алқабилер қатысылсын деген не түсті, ол қабылданды. Ал екінші тараптан, ол жаңа жәбірленуші тараптан блогерлер, СМИ өкілдері болсын, журналистер болсын, қатыспасын және жабық түрде өтсін деген. Ол негізі әділетсіз былай келген кезде. Ол судья қанағаттандырмады оны. Бойынша өзімнің пікірім бойынша, негізі әділетсіз бар. Мен де қарсымын, негізі ашық түрде өту керек. Бір нәрсе жасырғаны бар ма? Негізі бірақ сот ашық түрде өтеді деп бекітті? Иә, бекітті. Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін Тәуекел Күзембаевтың сотынан шығып тұрып, жаңа ініміз айтып кеткендей, алқабилер тарапы қаралды, бірақ алқабилердің 25 адамға толық болмағанына себепті сот кейінге қалды. Бірінші несінде. Екінші қаралымында өтініш хатында бұның блогерлер және қоғам белсенділері және телеарналары келіп сот процесін кезінде Бишимбаевтың соты қалай өткізді, солай өткізілсін деген өтініш хат жіберген. Ол өтініш хатқа енді екінші тараптан жәбірленуші және сонымен қатар Тәуекел Күзембаевтың қалай айтсақ қасында сыбайласпа, орысша айтқанда подельнигі, ол кісі де қарсы шықты. Бұл жерде түсініксіз жағдай. Және сот сол видеоға түсіру, видеофиксация жасау, суретке түсіруге қарсылық білдірді. Ол біздің Конституцияның 29-шы жариялығында қарама қайшы судья жұмыс істеп отыр. Міне Бишимбаевты айтып тұрып қой, жариялық қылсын деп. Бұл жерде түсініксіз жағдай болып жатыр. Мен осы 14 күні өзім YouTube каналыма шығарғам. Тәуекел Күзембаевтың аманаты, яғни түрмеден жазған хатын шығарып, осы сот болатын туралы сол кезде жазып берген аманатын оқып, сол жерде қолы бос адамдар келсіп, қатыссаңыздар болады, ашық сот деген. Енді бұл жерде түсініксіз жағдай, жәбірленушілер айтады, біз осы видеоны алып тастаса екен, сондай сотқа уәж келтіріп еді. Енді бұл жерде құптап тұрған жалғыз жәбірленуші емес. Тәуекелдің жаңа айтып отқан подельнигі бар, Қуанышбай аты. Сол кісінің адвокаты айтады. Видеоны алып тастаусын бізге сондай не қысым көрініп атты дейді. Бұл жерде түсініксіз жағдай. Не жағдай болып отыр? Сонда сотталатын адам, айыпты адам жәбірленуші жағына шығып тұр ма? Түсініксіз. Мынаны келіп халық болып көріп тексеруіміз керек. Және алдағы уақытта бұл сотты 3 желтоқсанға қалдырды, сағат 10-ға.